Ильяс Жансүгіров «Құлагер» поэмасы. Буктрейлер. Ильяс Жансүгіров 1894-1938 жылдар аралығында өмір сүрген. Қазақтың жыр құлагері атанған ақыны. Ильяс Жансүгіровтың әйгілі «Құлагер» поэмасы алғаш рет 1936 социалистік Қазақстан қазіргі Егемен Қазақстан газетінде жарық көрді. Поэма ақын серінің сүйікті тұлпары құлагердің қазасына арналған. Қайырып қыстай баптап құлагерді, осы астын дақпыртына ақан келді, мінгізіп бәйге бала шайтандатып, ауылына ас бергенін тақау келді. Араға алты қонып алыс жерді, алып ет жайлап жүріп ақан сері. Хабары құлагердің осы жаққа келушет еміс-еміс көптен бері. «Құлагер» поэмасы бұл тек сәйгүлік туралы емес, бұл өнер және еркіндік туралы жыр. Ақан серінің жанына серік болған жалғызы сырласы құлагер еді. Құлагер жүйріктің жүйрігі, желмен жарысқан даланың еркесі еді. Сағынайдың асына бүкіл қазақ даласы жиналды. Бұл үлкен бәйге, үлкен сын еді. Көкшетаудың баурайы аттардың дүбірінен сілкінді. Мыңдаған жүйрік сап түзеді. Ақан серінің үміті де сенімі де тек құлагерде. Ол бәрінен алда. Бірақ көре алмаушылық пен қастандық таста тығылып тұр еді. Батыраш деген зұлымның іші тарлығы аттың аяғына тұзақ, ажалына себеп болды. Кенет сұмдық оқиға орын алды. Даланың еркесі құлагер жер құшты. Ақан серінің зары Көкшетаудың тастарын жылатты. «Құлагерім» деп аңырады ақан. Өнердің қанаты ғиылды, тұлпардың тұяғы тоқтады. Ильяс Жансүгіров осы трагедия арқылы өнерпаздың тағдырын суреттеді. Ақанның қасіреті бүкіл халықтың қасіретіне айналды. Құлагер тек ат емес, ол қиянатқа шыдамаған еркін рухтың символы. Поэманың әр жолы жүректі тілетін мұң мен сағыныш. Ильяс бұл шығармасымен өзінің де қасіретті тағдырын болжағанда еді. Бірақ шын жүйрік уақыттан озып кетеді. Құлагер жыры ешқашан өлмейді. Құлагер біздің рухымыздың бойтұмары.